Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Қармақшы аудандық оқушылар үйінің креатив үйірмесі жетекшісі Сереева Сәуле Абдуллақызымын. Менің бүгінгі сіздермен өтетін жаңа сабағым тақырыбы қалдық заттармен әртүрлі бұйымдар жасау. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға қалдық материалдардан түрлі бұйымдар жасатып үйрету. Оқушыларды бейімді еңбекке баулып, қолөнер түрлеріне терең мағлұмат бере отырып, ой-өрісін кеңейту, эстетикалық талғамдарын дамыту, өз бетімен жұмыс жасауға, еңбекке, мәдениеттілікке үйрету, ізеттілікке, үнемділікке тәрбиелеу. Балалар, біз бүгінгі сабағымызда қалдық газет қиындыларынан түрлі жұмыстар жасатып үйретемін. Біздің бүгінгі сабағымызға қажетті құралдар газет қиындылары, қайшы және таяқшалар, ағаш таяқшалары, ыстық желім қажет. Алдымен газетімізді жақсылап қиып аламыз. Қолмен қия береміз, олар. Қиылған газеттерімізді ағаш таяқшаларымызбен орап аламыз. Осылай етіп, біраз қағаздарды шиыршықтап орап аламыз. Соң жағына желім жағамыз ажырап кетпес үшін. Балалар, осылай етіп, біраз таяқшаларды шиыршықтап орап аламыз. Осындай біраз қағазды шиыршықтап алғаннан кейін қуыршағымыздың табанынан бастаймыз. Ыстық желім арқылы домалатамыз. Оқушылар, қуыршағымыздың астыңғы бөлігін дөңгелектеп, екі дөңгелек дайындап аламыз. Және осы дайындалған дөңгелегімізге таяқшамызды орналастырамыз таяқшаға. Ыстық желім арқылы орналастырамыз. Екі таяқшамызды саламыз, екі дөңгелегімізді. Және оған ыстық желіммен жапсырамыз. Енді қуыршағымыздың белік бөлігін аламыз. Шиыршықталған қағаздарымызды екіге бөліп дайындап аламыз, барлығын белдігін жасау үшін. Енді белдігіне көшеміз. Міне оқушылар, қуыршағымыздың етегі дайын болды. Етегі жағы болды. Енді жоғары жақ пішінін дайындаймыз. Міне оқушылар, қуыршағымызды енді иық бөлігін дайындаймыз. Әуелі қағазымызды қиып дайындап аламыз.
Осы қиылған қағазымызды үйірме жасаймыз. Дайын болған иық бұйымымызды, кеудешемізді жаңа етегімізге орналастырамыз. Енді кеудешемізді жақсылап орап шығамыз. Қуыршағымыздың кеудесі, етегі барлығы дайын болды. Енді қуыршағымыздың басын жасаймыз. Басын жасау үшін ыстық клейді тағы пайдалануымыз керек. Домалатамыз қағазымызды. Қағазымызды былай шыршықтап домалата береміз. Оқушылар, қуыршағымыздың бас бөлігі дайын болды. Енді бұған қалпағын жасаймыз. Қалпағын жасау барысында табан дөңгелектегенде қып, дөңгелектей отырып, қалпағын дайындаймыз. Ыстық клеймен арасында желімдеп отырамыз. Оқушылар, бас киіміміз дайын болды. Осы дайын болған бас киімімізді ыстық желім арқылы қуыршағымыздың басына орналастырамыз. Мінекей оқушылар, қағаз қиындыларынан жасалған бұйымымыз, қуыршағымыз дайын болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.